Етекте сұрпа бетке лайктарыңыз зе құмбетке. Ассаламу алейкум достар, сіздермен зе құмбет. За регистрацию $200 алғыларыңыз келсе, бұл видеоға дәл түстіңіздер. Крипто биржа, крупный крипто биржа өздерінен жеке валюталарын шығарып жатыр. Соған орай airdrop ретінде, airdrop bounty'ні Google'дан қараңыз, білмесеңіз, сол ретінде өзінің клиенттеріне за регистрацию токен таратып жатыр, 2000 токендерін. Ол токен 1 январь күні продажаға шығады. То есть, қазір сіз регистрация жасайсыз, одан кейін верификация өтесіз, сіз реальный адам екеніңізді олар қарау керек, документтеріңізді тексереді, селфи, бәрін жібересіз. Одан кейін 5 күн ішінде сізге подтверждение келеді. Подтверждение келгеннен кейін сізге шотыңызға $200 түседі. Кәдімгі реальный ақша. 1 январь күні мен тағы видео түсіремін, $200 қалай шешіп алу керектігін. Ал қазір экранға назар аударайық, қандай биржа, не себепті бесплатно таратып жатыр. Міне CoinsBit деген биржа. Біріншіден бұл биржаның рейтингін қарау керек, себебі сұрақтар туындайды. То есть левый, бір өтірік биржа емес па деген сұрақтарыңызға қазір жауап берейін. Егер білсеңіздер, CoinMarketCap сайты, бұл сайтта тек қана топ 100-ге кіретін рейтингтер, крипто биржалардың рейтингтері кіреді. То есть, егер сіз любой крипто биржаны осы сайттан көрсеңіз, онда сол крипто биржаға сенсеңіз болады. Қазір сіздерге мен осы крипто биржаның рейтингін көрсетейін. Қазір объем по отчетам, қателеспесем. Достар, airdrop bounty'ні білмесеңіздер, Google'дан кіріп қараңыздар, сол жақтан сіздерге толық түсіндіреді. Так, бірінші сіздерге CoinsBit биржасының рейтингін көрсетіп шығайын. Так, биржаға кірейік. Өздеріңізде кіріп қарасаңыздар болады, мен ссылкасын осы видеоның астына қоямын. Так, міне ашылды. Міне мынау жақта 100 крипто биржалардың рейтингтері, то есть әлем бойынша мыңдаған крипто биржа бар, солардың ең мықты, ең 100-дік қатарына енген крипто биржалардың рейтингтерін көрсетіп тұрады осы сайт. coinmarketcap.com. Сол жақта біз қазір өзіміздің CoinsBit крипто биржамызды табамыз. Қазір сіздерге міне Coins, так, ажо бұл емес. Міне CoinBit, міне біздің крипто биржа. Енді біріншіден бұлардың обороттарын қарап шығайық. Так, бұлардың обороттары айына $1 миллиард. Себебі бұны қараған өте маңызды. Бұған қарап, то есть 100-ге кірген крипто биржа, алардың бәрі, мысалы 100-ге дейін барады, 100 крипто биржа. Осылардың бәрі сенімді крипто биржа, то есть бұлар кәдімгі биткоин, эфириум, көптеген крипто валюталар сатылатын алаң болып табылады. Сатып алатыныз, біреу сатады, біреу сатып алады. Болды, біріншіден шештік. Екіншіден, осы CoinsBit биржа за регистрацию 2000 токен таратады. Қазірге личный аккаунтты көрсетейін. Дәлел ретінде. Міне мен өзім, так, міне мен балансында қазір 35750 токен тұр. Доллармен шаққанда $3,500, $3500. Жаныңызда көргендей, міне CoinsBit қысқаша CMB деп аталады токен. Вывод 1 январь күні доступны болады. 1 январь күні мен тағы видео түсіремін сіздерге арнап, қалай шығару керектігін ақшаларыңызды. Міне 35 000 токен. Плюс реферальный ссылкалары бар. Реферальный ссылка, то есть адам шақырсаңыз болады, токен тағы сөйтіп токен жинасаңыз болады. 1000 токен $0.1 мен есептеледі, то есть 1 токен $0.1. За регистрацию 2000 токен береді сіздерге. 2000 токен $200. Енді реферальный ссылкасын қазір қараймыз. Маған қазір 71 адам қосылған екен. Общий менде жинаған 37500 токен. Енді бұл жерде сіз өзіңіздің досыңыз шақырсаңыз сізге 1000 токен береді, $100. Ол өзінің досын шақырса 500 токен CMB, ол $50 болып табылады. И $25, 250 токен. Максимальный сумма дегеніміз бір адамнан табатын табыс, то есть ол сіз бір адам шақырдыңыз, 1000 токен алдыңыз, ол өзінің досын 500 токен алды,
ол өзінің досын 250, то есть бір адам өзінің достарын шақырса, сол адамнан максимально 1750 токен табасыз. Ссылкасын міне, ссылкасын басып, копировать етіп басасыз да, таратасыз, там WhatsApp, там через ВК. Одан кейін астында трейдинг реферали бар. Мен бұл жерде қатты назар аудармай қойыңыз. Егер сіздің астыңыздағы адамдар торговля жасайтын болса, там биткоин алып сатып, онда сол жақтан сіздерге бонус түседі. Одан кейін астында мына қарап отырсаңыз, сіздің тіркелген адамдарыңыздың логині, там қай күні тіркелгені жазылып тұрады. Мына жерде KIC деген код бар. Бұл код нені білдіреді? То есть сіз регистрация жасадыңыз, одан кейін регистрация жасағаннан кейін тағы верификация өту керек. То есть там қазір қағаз бар. Мен алдында қазір үйдегілерге өтіп жасап қойдым. Міне осындай сайтын жазып, бүгінгі датаны, потом удостоверение ұстайсыз да, суретке түсесіз. Сөйтіп суретін жібересіз, удостоверение жібересіз. Там Алматы, қай қаладан болса, сол қалаңыздың полностью адрестерін жазып, сөйтіп отправить басасыз. Сол верификация деп аталады. Соны өткеннен кейін, бірменен 5 күн қарайды, 5 күннен кейін сізге подтверждение келеді. Енді қазір сізге подтверждение так, міне, мақта менде 2 адам өткен, қазір көрсетейін. Міне, 1 адам өтіпті, пройдым деп. Өткен адамдардың жасыл жанады. Егер жасыл жанса, сізге сол адамнан бонус түседі. То есть мен бұл адамнан, осы 2 адамнан $200 тағы плюс табамын уже. 2000 токен, $200 табамын. Так, келесі қандай сұрақ тағы бар? Так, енді подтверждение. Подтверждениеға қалай және өкінішке орай қазір менде подтверждение толық көрсетпейді. Мен подтверждение бәрін өтіп алғанмын. Соған орай менде қазір подтверждение жабық тұр. Міне, мына подтверждение басқан кезде сізде мына имя и контакты плюс документы шығады. Имя и контактыға кірген кезде сіздерде там аты жөніңізді, там туған жылыңызды бәрін толтырасыз, пол таңдайсыз. Одан кейін документ шығады, документке тоже удостоверение түсіріп жібересіз, алды артын, и бағанағыдай селфи жасап жібересіз осылай. Сонымен болды, достар, верификация өтесіз, шотыңызға ақша түседі, 5 күн арасында тексереді. Осылай $200 алсаңыздар болады. Егер Binance деген крипто биржаны білсеңіздер, то есть Binance деген кім крипто валютадан хабары бар, соларды міне Binance деген көріп тұрсыздар. Бұларда 2017 жылы өздерінің крипто валюталарын шығарған. Бұларды сіздерге көрсетіп жүрейін. Рейтинг криптовалют. Binance деген тоже осындай схемамен өзінің жеке валюталарын шығарған. Сол кезде олардың валютасы тоже $0.1 басталған екен. Мен қазір көрсетіп жүрейін Binance'ты. Bitcoin, Cash, Litecoin, Binance Cash Coin, Binance Coin. Қазір Binance Coin'ді сіздерге көрсетіп жүремін. Міне қарап отырсаңыздар, 2017 жылы Binance Coin тоже $0.1 басылған екен. Одан кейін көтеріліп, өсіп, төмен түсіп, 2019 жылы $37 болған. Сонда сол кезде егер сіз тоже осы әдіспен, осы схемамен за регистрацию 2000 токен алсаңыз, 2000 токенді 37-ге көбейтіңіз, сол кезде сіз кәдімгідей аз емес сума табатын едіңіз. Сонымен достар, егер видео ұнаса, сіздерге лайк басып, комментарияға сұрақтарыңызды жазып отырамыз. Кім регистрация жасай алмай жүр, солар маған жеке жазыңыздар. Егер көбірек сұрақтар келіп жатса, мен соған арнап видео түсіремін. Егер тіпті регистрация жасап білмесеңіздер, мен өзім көмектесемін, либо сол регистрация жайлы тоже видео түсіремін. Сіздермен болған Серік Құлымбет, достар, үлгеріп қалыңыздар. 20 декабрьға дейін бұл жұмыс жасайды. То есть 20 декабрьға дейін адамдар шақырса болады, одан кейін жабылады. Одан кейін 1 январь күні 2020 жылы бұл крипто биржа өзінің валютасымен рынокқа шығады. Сол кезде сіз сатып ақшаларыңызды шығарып алсаңыздар болады. Достар, сұрақтарыңызды қойыңыздар. $200 менен сіздерге подарок болсын. Егер реально $200 алматыда тұрсаңыздар, $200 шығарсаңыздар, мені обедке шақырсаңыздар болады. От души, достар, барамын сіздерге.
сіздермен болған Зия Құлымбет. Комментарий, подписка және колокольчик, лайк басуды ұмытпаймыз. Пока.